Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жұманың кеші қайырлы болсын. Аллам түннің тыныштығын нәсіп етсін. Әр күндеріңіз мамыражай болып өтсін. Жалпы мен бүгінгі ой азық, бүгінгі сіздерге айтылатын әңгіме, жалпы қолыңыз ашық болсын. Сіз өмірден бірдеңені алғыңыз келсе, бірінші өзіңізден беріңіз. Тіпті адамдардан жақсы сыйластықты алғыңыз келсе, адамдарға жақсы болғыңыз келсе, жақсы көңіл-күй сыйлаңыз. Жалпы бұл әлемде алмасу энергетикасы деген бар. Бірімен бір алмасады. Сіз берген кезде соған жауап ретінде сізге де беріледі. Ол жауапсыз қалмайды. Сондықтан көп жағдайда садақаның өзі, енді оны бір Алла білуші, бәлембай ең азы 10 есе болып қайтады деп айтады. Оны біз тек қана тиынмен санап отырмауымыз керек. Бір жағынан сізді бәле-қаладан, бәле-жаладан сақтап жатады. Бір жағынан білмейміз, неше есе болып қайтып жатқанын бір Алла білуші. Сондықтан беріңіз. Міндетті түрде қолыңыздағы ақша болу міндет емес. Сіз жалпы ниетіңізбен, жүрегіңізбен, жалпы бар өзіңіздің бар затыңызбен бөлісе алған кезде, сізбен де әлем бөліседі. Әлем сізбен жақсылықтарды бөлісетін болады. Сіз ойламаған жерден жолыңыз ашылады. Сіз тіпті мүмкін емес деген заттар мүмкін болады. Енді мен дін маман емеспін. Діннен керемет менің хабарым жоқ. Бірақ та Алла тағала айтады екен, бол деген кезде сізге бәрі болады дейді. Сол дәрежеге жету үшін сіз әр қашан қолыңыз ашық болу керек. Сонда сізде бәрі болады, иншалла, Алла бұйыртса. Ол сұрағанға Аллам ұл берсін, қыз сұрағанға қыз берсін, байлық сұрағанға еселеніп байлық берсін Аллам. Жұманың кешінде Раббым тілек дұғаларыңызды қабыл етсін. Менің енді көп жерден оқығаным, тыңдағаным, түйгенім, жалпы өмірде өзімде қолданғам, маған да пайдасы тиген, сіздерге де пайдасы тисін. Жалпы жолым ашылсын десеңіз, үйіме, дастарханыма берекет келсін десеңіз, берекелі әйел болғыңыз келсе, бай қуатты әйел болғыңыз келсе, жалпы кез келген тығырықтан жолым тез ашылсын, тығырықтан кез келген проблемам тез шешілсін дейтін болсаңыз, беру үйреніңіз. Бай қуатты болыңыздар. Аллам түн тыныштығын берсін. Жүректеріңіз нұрға толсын. Жаратушы иеміз барлығымызға жар болсын.